Қызым, бұл бұрынғы замандан келе жатқан қазақи осындай өрнектер, неге қарашы, өте әдемі ата бабаларымыздан келе жатқан бұл өрнек бізде неге қошқар мүйіз деп аталады. Көрдің ба? Қарашы, қошқардың мүйізіне ұқсайды, көрдің ба? Қарашы, қандай әдемі, иә? Бізде бұны неге қара, осындай қалташа дейді. Бізде бұны қалташа дейді, қоржын дейді, яғни қара, бұны көкбары ойнаған кезде аттың үстіне бүйтіп жабдықтап алады. Көрдің бе, қалташалар бар, ішіне керек заттарды барлығын салады. Қарашы, қандай әдемі. Және де бізде қарашы, осындай оюлардың бірнеше түрлері бар, солардың барлығын мен саған көрсетіп өтейін. Бізде бір қоржынмен ғана шектеліп қалмаған, қарашы, өте әдемі оюлар, және де осындай да бізде құрақ көрпелер бар. Қарашы, өте әдемі, иә? Сағынап тұр ма? Күшті осындай құрақ көрпелер бар. Бұлардың әр құрақтың өзінің атауы бар. Құрақты не үшін жасаған? Қарашы, бұны ысырап қылмай, кішкентай маталарды тастамай, ысырап қылмай, соның бәрінен осындай құрақ жасаған. Қарашы, мынау құдықша деп айталады. Мынау гүлдерді өте әдемі. Қарашы, осыны екеумізді тігуімізге болады. Осы жерге тиындарын, керек заттарын салып жүрген. Бұны қалай жасаған білесің ба? Оны киізден, қарашы, киізден жасаған. Барлығын өрнелектеп, мынаның барлығын қолдан жасаған. Бұның бәрі қарашы, өте әдемі, иә? Әдемі, барлығы мағыналы, әр өрнектің өзінің мағынасы бар. Қарашы, өте әдемі, әр өрнекті, әр мына оюлардың барлығын кестелеп жасаған екен. Және қызым, мынау не деп ойлайсың? Қарашы, өте әдемі киізден жасалған құтыша екен. Бұны бұрынғы заманда біздің ата бабаларымыз аңға шыққан кезде, ұзақ жолға шыққан кезде, осының ішіне су салып, мұздап кетпесін деп, ысып кетпесін деп, осындай сақтаған екен. Сусындарын барлығын осылай бір қалыпты ұстап, ұстаған екен. Қараш, осылай бүйтіп іліп алады. Әдемі ма? Қарашы, өзіңдің жейдеңді қарашы. Барлығы қазақи өрнекте жасалған. Өте әдемі. Қана көрсетші, бүйтіп айналшы. Көйлегін көрсетші қан. Ой, әдемі. Айнал. Көрдің ба? Осының бары бізде өте әдемі, осындай өрнектермен жасалған, осындай нымша. Және де қызым, мынау не екен білесің ба? Қарашы, өте әдемі. Көрініп тұр, қарашы. Бұл деген бізде шекелік деп аталады. Қарашы. Бұның шашбауға байлайтыны да бар. Осылай шекелік шекеге қойып қоятыны да бар. Өте әдемі. Және де бізде қазақи ұлттық бас киімдерден осындай сәукелек де бар. Қарашы. Әдемі. Істеп берейін, иә? Бір айналшы. Анашыңа көрсетші, қандай әдемі. Мынау не екен білесің ба? Біздің әжеміз не істеген білесің ба бұнымен? Бұл деген ұшық дейді. Қарашы, бұл малдың жүнінен жуып, бұны иіріп, осындай жіп жасайды екен. Бұл жіппен көп деген нәрселерді тоқып, әжелеріміз осындай заттарды шығарған екен. Қарашы. Қызым, біздің қазақтар білесің ба, қандай қонақ жайлы екен? Әрқашан үйіне қонақ келген кезде осындай ыстықтай бауырсақ пісіріп, өзіміз жасаған, қолдан жасаған, осындай қортты жасап, осындай дастарханмен күтіп аламыз. Қорттан не екен, қызым? Ей жаным, қызым, бүгін мен саған не айтып, не түсіндіргенім бар, барлығын түсініп алдың ба? Жарайсың, қызым. Осының барлығын есіңе сақтап жүр, е? Қызым, кел екеуміз енді ән айтайықшы. Менімен бірге қосып айтасың ба? Күнім